Әйгілі әнші, композитор Гаухар Әлімбекова алаяқтық үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін Алматының Алмалы аудандық соты осындай үкім шығарды. Әлімбекова мен сот отырысына қатысқан оның інісі мен сіңлісі судья үкім оқығанша Гаухар ақталады деп сенімді болған еді. Алайда сот залынан әнші қолына кісен салынып әкетілді. Келін түсті салты қойы бұрынғаны, біздің үйге бір енді ай бұрындыны. Келінге өсиет айтып, махаббатын оралталмай жүрген әнші Гаухар Әлімбекова сотта көз жасына ерік берді. 30 жыл сахнада жүріп, халықтың ықыласына бөленген әнші жәбірленуші Бақыт Назарова мен 15 жылдан астам уақыт дос болған екен. Сот материалдарына қарағанда 2013 жылы сазгер құрбысынан Ақкент тұрғын үй кешенінен үй алып беремін деп $40 000 алған. Бірақ аяғында не үй жоқ, не ақшасын қайтарып бермеген. Гаухарға ақша тауып беру үшін балам